YouTube алгоритмі қалай жұмыс жасайды? Сәлем достар, бұл Мәке блог. Бүгін біз YouTube алгоритмінің қалай жұмыс істейтінін талқылайтын боламыз. Неге кейбір видеоларды YouTube миллиондаған адамға ұсынады, ал кейбіреуін мүлдем ешкімге ұсынбай қояды? Қане бастайық. Ең бірінші бөлім бізде CTR деп аталады, яғни ағылшынша click through rate. Алгоритм бірінші кезекте CTR-ға қарайды. CTR дегеніміз не? Яғни видеоны қанша адам көрді дегеннен бұрын, қанша адам видео шыққан кезде үстін басып кірді деген сөз. Соны есептеу. Яғни обложка мен тақырып адамға тартымды болмаса, алгоритм сіздің видеоңызды ешқашан көтермейді. Екінші, watch time. Watch time. CTR-дан кейін екінші нәрсе watch time. Адамдар сіздің видеоңызды қанша уақыт көрді. Соған қарайды. Ал егер орташа қарау уақыты жоғары болатын болса, YouTube видеоңызды уже көбірек ұсына береді. Мысалға, бір видеоңызды салдыңыз, 5 минуттық видео, мысалға 4 минутына шейін адамдар көрді, 5 минутына шейін көрді, уже просмотр аяғына шейін жетіп жатыр, бірінші 100 адамға жібереді, ол 100 адамның ішінен пәленшесі көрді, тағы 200 адамға жібереді, 300 адамға жібереді, дәл сөйтіп сіздің видеоңызды өшіретін болады. Яғни watch time-ға қарап. Бірінші CTR, екінші watch time. Үшінші retention. Retention дегеніміз не? Видеоны соңына дейін көріп шығу. Яғни сіздің видеоңызды бастан аяғына шейін көріп шығу. Мысалы 5 минуттық видеоны көрермендердің көбі енді 4 минуттан аса көретін болса, оны алгоритм сапалы видео деп есептейді де басқаларына ұсына береді. Сондықтан introduction, яғни интроны қызықты бастап, видеоны қысқа әрі мазмұнды ету керек. Яғни соңына дейін ұстау керек көрермендерді. Одан кейін төртінші бөлім, ең соңғы бөлім engagement. Бұл лайк, пікір бөлісу, сіздің видеоңызға пікір жазу, бөлісу басқаларға, лайк басу. Бұл алгоритм үшін, YouTube-тың алгоритм үшін үлкен сигнал. YouTube былай ойлайды. Видео бір адамдарға ұнады, яғни оны басқаларға да көрсетейін деген сияқты. Сондықтан әр видеода көрермендерді әрекетке шақыруды ұмытпаңыз. Мысалға, осы каналға жазылып кетіңіз, лайк, комментарий жазыңыз деген сияқты ұмытпаймыз. Сонымен қорытындылаймыз. YouTube алгоритмінің басты 4 өлшемі бар. Ол CTR, watch time, retention және engagement. Егер осы төртеуін дұрыс ұстасаңыз, алгоритм сіздің видеоңызды, сіздің арнаңызды өсіреді. Келесі видеода біз SEO және оптимизация құралдарын талқылайтын боламыз. Каналыңызды дамытқыңыз келсе, YouTube-ты жақсы жүргізгіңіз келсе, осы каналға, Мәке блог каналына жазыламыз, бөлсеміз, лайк, пікір қалдырамыз. Келесі сабақта кездескенше.